әжетханаға кірерде дыбыста. Тағы бір аңызда әзіреті Әли дәретханада жүрген ібілісті ұстап алыпты. «Мұнда не істеп жүрсің, ей малғұн?» деп қылғындырады. Ібіліс: «Алла дәретхана мен моншаны менің үйім етіп берген, осында қоныстанамын» дейді. Әзіреті Әли: «Бұдан былай мен келе жатқанда дәретханада отырмайтын бол, әйтпесе шауып түсемін» дейді зұлпықарын көрсетіп. «Мақұл, тек бір шартым бар» дейді малғұн. «Айт» дейді. «Сен келе жатқанда дыбыс бер, мен соны естіген бойда жоқ болайын» дейді. Әзіреті Әли шайтанды босатады. Содан бастап әзіреті Әли дәретханаға кірер алдында жөткірініп дыбыс береді екен. Осы оқиғадан соң үйге, моншаға, дәретханаға кірерде дыбыс беретін әдеп пайда болыпты. Жөткірінгенде шайтандар әзіреті Әли келе жатыр деп қашады деген сенім бар.